Лаңкестік әрекет салдарынан зардап шеккен ақтөбеліктер оңалып келеді. Қазақстан Республикасының премьер-министрі мен Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев медициналық жедел жәрдем ауруханасына барып, шабуыл салдарынан зардап шеккендердің жағдайын білді. Үкімет басшысы науқастармен әңгімелесу кезінде олардың денсаулықтарын сұрап, тезірек сауығып кетулерін тіледі. Жарақат алғандардың денсаулығын күні-түні бақылап жазылуына сеп болған 5 дәрігер алғыс хат және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Олардың қатарында хирург Әбди Жазылбек, анестезиолог Айгүл Тайжігітова, Мадина Сатарова, Қымбат Әлібекова және бригада дәрігері Ринат Бекбеев бар. С каждым годом повышается, в том числе. Медициналық көмектің қолжетімділігі жылдан жылға артып келеді. Әсіресе шалғай жатқан елді мекендермен байланыс жақсаруда. Оларға медициналық қызмет көрсету 31% көрсеткішті құрап отыр. Сондай-ақ халықаралық қатынастар, әріптестік байланыстарда дамып келеді. Жуырда ғана Оңтүстік Кореяның тәжірибелі мамандармен бірлесіп бірнеше күрделі ота жасалды. Қазіргі таңда медициналық жедел жәрдем ауруханасында 4 адам ем алуда. Олардың екеуі әскери адам, біреуі күзет қызметкер, екіншісі бейбіт тұрғын. Дәрігерлер Кәрім Мәсімовке 5-6 маусым аралығында ауруханаға барлығы 18 адам түскен. Олардың 14-і үйлеріне шығарылғанын жеткізді. Қалған 4-еуінің жағдайы қанағаттанарлық. Оларға барлық медициналық көмек толық көлемде көрсетіліп келеді. Дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілген. Күтім жасауда қандай да бір мәселелер туындап жатқан жоқ.